Өздеріңізге белгілі, мына дін мен дәстүр сабақтастығы туралы пікірталас әңгімелер өте көп. Қазақ қоғамында бұны жақтайтындар басым бөлігі бұл туралы көп әңгімені айтып келе жатыр, өздеріңіз білесіздер. Осыған сәйкес менің жеке өзім пікірімді айтқым келеді. Енді қазақ, білесіздер, қоғамы, қазақ ұлты ғасырлар бойы ислам дінін ұстап келе ұлттардың бірі әрі бірегей болып табылады. Жалпы осы елге, осы жерге ислам діні 8-9 ғасырларда келді деген тарихшылардың айтатын әңгімесі бар. Осы жерге келген кезінде ешқандай шайқассыз, ешқандай бір қатты соғыссыз осы ислам діні қазақ қоғамына енгені туралы тарихшылар айтып отырады. Өйткені сол исламның келгенге дейін қазақ қоғамы бір тәңір, бір жаратушы, бір үлкен күштің бар екендігіне сеніп келген. Ислам діні, білесіздер, бір Алла, бір жаратушы деп айтады. Сондықтан да ислам діні біздің қазақ қоғамына жақсы енді деп айта аламыз. Кейінгі кездерде ислам діні енгеннен кейін бізде, білесіздер, ислам ғұламалары қалыптасты, діндарлар жақсы жұмыстарды жүргізді осы қазақ қоғамында. Сөйтіп біздің әдет ғұрып салт дәстүріміздің барлығы да осы исламның жаңағы дәстүрлі дініміздің қағидаттарына сәйкес келді деп біз толық айта аламыз. Имам Ағзам Абу Ханифаның да айтуында өздеріңіз білесіздер, қай бір елдерге барған кезде, ислам дінін енгізетін кезде сол елдің әдет ғұрып салт дәстүрі ислам дінінің шариғаттарына, қағидаттарына қайшы келмейтін болса, олардың барын қабылдауға рұқсат берілгендігі туралы айтылады. Сондықтан да біздің қазақ қоғамында осы ислам діні өте жақсы сіңді деп айта аламыз. Бүгінгі таңда да біздің қазақтың әдет ғұрып салт дәстүрлерінің барлығы ислам дінінің шариғатымен біте қайнасып кеткендігін біз айта аламыз. Өйткені барлығы да осы ислам дінінің шариғатынан шығады. Бізде сол қазақ қоғамында кәдімгі күнделікті жасайтын іс-әрекеттерінің барлығы да осы исламның дәстүрдің шеңберінде жасалатындығын біз баса айтамыз. Бұл енді мына қазіргі таңдағы дәстүрлі емес діни ағымдар әртүрлі дүниелерді шығарып жүр ғой, өздеріңіз білесіздер. Соңғы кездерде домбыраға байланысты, ән айтуға байланысты, жалпы қазақтың дәстүрлі жаңағы инструменттері болады, соларға байланысты дүниелердің барлығын. Бұның барлығын біздің осы дәстүрлі дінімізді айшықтайтын және пәтуа беретін Қазақстан мұсылман діни басқармасы бұл бойынша өздерінің пәтуасын берген. Сондықтан да біздің қазіргі таңдағы имамдарымыз да осы әдет ғұрыппен ислам дінінің біте қайнасып кеткендігі туралы тақырыптарда әңгіме қозғап отырды мешіттерде. Бұдан бөлек біздің мына ислам дінінің шариғатымен қоса біздің қазақ қоғамында ислам дініне еңбек сіңірген біздің тұлғаларымыз бар. Осылардың барлығы туралы да мешіттерде Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының бекітіп берген жоспарларына сәйкес әңгімелер қозғалатын болады. Бұлар өте дұрыс деп ойлаймын. Өйткені ислам дініне еңбек сіңірген қазақ қоғамында әулие әмбиелер, хан сұлтан билер өте көп. Сондықтан солар туралы да біз әңгіме қозғалған өте дұрыс деп ойлаймын. Бұл біздің ұлтымызды ұйыстыруға, халқымызды біріктіруге және ислам дініне қарай жақындастыруға үлкен септігін тигізетін дүние деп ойлаймын.